Сәлеметсіздер ме, құрметті тыңдармандарым, қалдарыңыз қалай? Бүгінгі видеода Брайан Трейсидің 30 күндік техникасымен сіздерді таныстырамын. Бұл техника өзіме де өте қызықты болып тұр. Сіздермен бірге мен де осыны жасаймын деген үміттемін. Бұл техника не туралы? Сол туралы толығырақ тоқталайық. Брайан Трейсидің күнделікті 30 күн бойы 10 мақсатты жазу техникасы бұл өте атақты техника, және де көптеген жақсы пікірлерді оқыдым осы бойынша. Осы техниканы нақты 30 күн бойы үзбей ережесін сақтап отырып жасаған адамдарда өзгерістер шынайы болған, және бір жылда 90-95% жазғандары орындалған. Яғни, ол үшін біз мысалы таңертең тұрған кезде немесе уақытыңыз болған кезде, бірақ желательно таңертең жаңа бетті ашу керек. Жаңа бетті ашып, бір жылдың ішінде жеткіңіз келетін мақсат немесе армандарыңызды жазасыз конкретно. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 деп 10 мақсатыңыз жазасыз, және де келесі күні таңертең қайтадан сол дәптерді ашқан кезде жаңа парақшаны ашу керексіз, жаңадан жазу керексіз. Яғни, өткен күні жазған жазбаларға мүлдем қарамау керек. Бұл фишка. То есть, сіз сол кезде 30 күн бойы 10 мақсатыңызды жазып отырған кезде нақты өзіңізге келетін керек мақсаттар жазылана бастайды. Яғни сіз әр күні өзіңіз қалайтын 10 мақсатты жазасыз, өткен күнге мүлдем қарамайсыз, жаңа парақшадан, жаңа беттен бастап жазасыз. Және де күнделікті жазу арқылы сіз өзіңіздің бейсанаңызға сонда сигнал жібереді екенсіз. Яғни, біздің подсознаниямызға жазған нәрселеріміздің барлығы сіңетін болады. Сондықтан бұл техниканың ең маңызды 2 ережесі. Біріншісі, 30 күн бойы үзбей күнделікті 10 мақсат жазу. Екіншісі, күнделікті жазған кезде өткен күнге, өткен беттерді мүлдем қарамау, әр күні новый таза беттен бастап жазу. Мақсаттарды жазған кезде осы шақта жазу керек, немесе өткен шақта. Мысалы, номер 1. Менің қазіргі салмағым 50 килограмм, және мен өзімді керемет сезініп жүрмін. Жеңіл әрі энергия мол. Бұл сіздің бірінші мақсатыңыз, например. Мысал үшін. Және де желательно әрбір мақсаттың қасына датаны жазу. Яғни, қай күнде сіз осыған жетесіз. Бір жылдың ішіндегі любой датаны таңдап жазсаңыз болады. Және ол жазған кезде максимально сезінуге тырысыңыз. Тағы да бір мысал айта кетсек, неге осы шақ немесе өткен шақта жазу керек дегеніміз, яғни осы арман немесе мақсат уже орындалды, немесе уже орындалып болды деген сияқты команданы миымызға беру керек екенбіз. Мысалы, бірінші мақсат арықтау болса, онда жәнегідей менің салмағым уже 50 килограмм, мен өзімді керемет, жеңіл, энергияға мол сезініп жүрмін деген сияқты. Ал екінші мақсат, мысалы, мамыр айы 2023 жылы мен өзіме ұнайтын керемет жаңа машина сатып алдым. Бұл сіздің екінші мақсатыңыз болуы мүмкін. Немесе үшінші мақсатыңыз 2023 жылдың қыркүйек айында біз отбасымызбен бірге керемет демалыста шетелде жүрміз деген сияқты мағынада жазу керексіз. Яғни, нақты, конкретно датасымен бірге осы шақ немесе өткен шақта жазылуы тиіс. Солай
10 мақсат жазу керексіз. Ол мақсаттар сізде денсаулыққа байланысты болуы мүмкін, отбасыңызға байланысты болуы мүмкін, немесе жұмысыңызға байланысты болуы мүмкін, қаржы жағынан байланысты болуы. Және де мақсаттар жазып отырған сіз, сондықтан өз атыңыздан ғана жазу керексіз. Мысалы, менің салмағым осынша, мен өзімді керемет сезінудемін, немесе мен көлік сатып алдым деген сияқты. Сіз мысалы менің күйеуім осындай, менің балам осындай деген сияқты өзге адамдардың мақсаттарын жазбау керек. Себебі біз әр адамның таңдауын, ішкі сила воля дейді, ол волясын құрметтеу керекпіз. Біреу сөйтсін, біреу бүйтсін деген сияқты мағынада жазуға болмайды. Мысалы, егер сіздің балаңыздың дені сау болғаныңызды қаласаңыз, менің ұлымның дені сау деп емес, бұлай жазсаңыз болады. Құдайға шүкір, мен өте бақытты анамын, немесе дені сау, қайырлы ұрпақтың бақытты анасымын деген сияқты мағынада жазсаңыз болады. Яғни, өзіңіз қалай сезінесіз, өз атыңыздан жазу керексіз. Өзге адамдардың волясын, таңдауын әрдайым құрметтеу керекпіз. Және Брайан Трейси өзі интервьюында айтқан болатын, ол өзі осы техниканы көп жылдар бойы жасап келе жатыр екен, және де оның жазғандарының почти 100% барлығы орындалыпты. Одан сұраған кезде, қай уақытта жазасыз, қалай жазасыз деп сұраған кезде, ол осылай деді: бәлкім сіздерге де мотивация, идея болар деген ниетпен айтқым келіп отыр. Брайан Трейси туралы өзге де басқа видеоларды өздеріңіз YouTube'дан немесе Google'дан қарасаңыз болады, кітаптарын оқысаңыз болады. Сонымен Брайан Трейси өзі таңертең тұрған кезде уақытын 20 немесе 30 минутын жаттығу жасауға жұмсайды екен. Спортқа, яғни. Спортпен айналысып болғаннан кейін ол жарты сағатта немесе 10 минут, 20 минут уақытын тығыздығына байланысты, уақытын болуына байланысты жаттығу жасап болғаннан кейін ол кітап оқиды екен. Яғни өзінің жаны үшін кітап оқиды. Для духовного развития. Одан кейін барып, ол сол блокнотын алып, өз мақсаттарын жазады. Өзінің жұмысына, карьерасына байланысты мақсаттар, қаржылық мақсаттар, отбасына байланысты мақсаттар, және де өзге де мақсаттарды жазып планировать етеді екен де, одан кейін ары қарай жұмысына барады. Күнделікті мақсаттар жазу, пландау, бұл біздің миымызды дағдылайды, және де бізге соларға жетуге көмек беретін идеялар, әрекеттер келе бастайды, идея болып келе бастайды, немесе соған байланысты адамдар кездей бастайды. Яғни, нақты не қалайсыздар соны білу керек, үзбей күнделікті жазу керек, жазған кезде максимально сезінуге тырысу керек, және де соған байланысты қадамдар жасауға тырысу керек. Күнделікті жазып отырған кезде сол қадамдар жасау, действовать ету, әрекет ету оңай, жеңіл және анық бола түседі екен. Маған өзіме де осы техника қызық болып тұр. Көп кісілер 30 күн бойы осы техниканы жасаған кісілер 30-шы күні мақсаттар жазған кезде өздерінің нақты жандарының не қалайтынын түсінеді екен. Және де бір жыл көлем ішінде сол жазғандарының 90 немесе 95% орындалып жатқан пікірлерді көп оқыдым. Маған да өте қызықты болып тұр, сізге де қызықты болады деген үміттемін. Давайте барлығымыз осы техниканы жасап көрейік. Бәрімізге сәттілік!